Қайырлы күн қыздар, бүгін біз құрамында мүлде ет қоспайтын котлеттерді дайындайтын боламыз. Котлеттер дәмді әрі тойымды болады, бірге дайындайық. Ең алдымен біз пісіп тұрған картоп пен қарақұмықты, яғни гречканы ыдысқа салып аламыз. Үстіне бір жұмыртқа қосамыз. Қалауыңызға қарай дәмдеуіштер қосамыз. Мен тұз және маггидің дәмдеуішін қостым. Қасықпен кішкене араластырып аламыз. Жақсылап араластырып болғаннан кейін блендермен немесе осындай толкушкамен еземіз. Езіп болғаннан кейін мен картопты көп қосып қойғанымды түсіндім. Сіздер менің қателігімді қайталамай картопты аз қосыңыздар. Видеода көріп тұрғандарыңыздай масса тым сұйық болып кеткен. Бірақ мен жағдайды шешіп үстіне ұн қосып қоюландырдым. Міне үстіне ұн қосқанда масса кішкене қоюланды. Енді алақанымызды сулап котлеттердің формасын келтіреміз. Міне енді котлеттер формасын жақсы ұстады. Енді табамызды орташа отта қыздырып, екі жағын жақсылап қуырып аламыз. Міне біздің котлеттеріміз осындай әдемі болып қуырылды. Видео ұнаған болса лайк басып, комментарий жазып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Сіздермен бірге болған Ақниет, сау болыңыздар.